Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қаз дауысты арнасына қош келіпсіздер. Ей көз қарақты көрермен, қазақ тілді арнаны қолдап, аямай лайктарыңызды баса кетіңіздер. Дінмұхамбет Қонаев, қазаққа орасан еңбегі сіңген қайраткер. Жастық шақ қанаттарын жайып салу үшін емес, жұмыс істеу үшін берілген. Өмірдің екі тірегі бар. Үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Сыпайылық кішіліктен ғана емес, кісіліктен де туады. Адамға жазаның ең үлкені жұмыссыз қалдыру. Ақиқаттан аттап кету арғасын. Сатыға аяқ салмай жатып, баспалдақтан аттама. Қанмен сіңгенді қасиеттемесең, қадірің болмайды. Бүгінгі күн, кешегі күннің шәкірті. Адамдық қалыпты биік ұстау, кімге де болса да, үлкен сын. Сенім құдіретті күш, тауды да қозғайды. Дүние түске дейін киіз, түстен кейін мүйіз болып кетуі әп сәтте. Панам да ел, данам да ел, соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Жалада шындық болмайды. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Қаны таза кісінің дені де, ділі де, тілі де таза. Заман сенімен санаспайды. Санассаң, сен санас. Жақсының жақсылығын көре білу барда, оны айта жүру, үлгі ете білу бар. Кісінің тауы шағылып, беті қайтқаннан артық қасірет жоқ. Ойға тоқып, бойға сіңіруден артық байлық бар деп ойламаймын. Өз басым мынандай 5 сипатқа тоқталамын. Бірінші, біреуге тіл тигізуден сақтан, ақыл дос, ашу дұшпан. Екінші, әдептілік, әдептен аспа, кішілік кісілікке жеткізеді. Үшінші, өзің өзгеге күдіктенбе, өзге өзіңе күдіктенбесін. Иман жиям десең, пиғылыңды таза ұста. Төртінші, не істесең де зеректікпен істе, аяғыңа дейін жеткіз, ол арысың. Бесінші, өз басына тілемейтін істі біреуге істеме. Басыңнан бақ тайса, 60 күн тасыған дария 6 күнге жетпей таусылады. Кісі еңбегін бағалай көре білмегеннен әділдік күтуге болмайды. Үміт ілгері жетелеп, үлкен жолға, алыс сапарға алып шығады. Қонақты әуледей күтетін қазақтың маңдайындағы несібесі ғой. Күнделікті өмірде жұмыста да 3 қасиетке арқа сүйедім. Олар қарапайымдылық, адалдық, табандылық. Елді пір тұтып, арқа сүйеп едім, адаспаппын. Өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге жамандық қылма.
Білсем деген талап қай жаста болмасын, қандай дәрежедегі адамға да таптырмас қасиет. Халық арасында болсаң, өмір мектебінің нәр алғандай боласың. Ой қоржынын толтырып қайтасың. Өзіңдегі барды өзгемен бөлісудің, өзгеден өзіңнің үйрене жүргенің қандай ғанибет. Қазақта алып алты, жеп жеті бола алмайсың дегені, елден жеп оңбайсың дегені. Қазақ ауыр істен емес, ауыр сөзден қорыққан. Орысты ренжітсең Мәскеуге шабады, қазақты ренжітсең қайда шабады? Өзіңнің алдыңа айналып келеді Асанбай. Орыстың артында тұрған Мәскеуі бар, қазақтың артында Мәскеуі жоқ. Қазақтың Мәскеуі біздерміз. Асанбай, қолынан келгенше қазақты жылатпауға тырыс, қорлыққа берме. Қорлыққа көнген халық зорлыққа да көнетін, ис алмас, ынжық болып кетеді. Ұлт өзінің мүддесіне өзі қорғай алатын дәрежеге жетуі керек. Кезінде қазақтың жанын сақтап қалсақ екен дедік қой. Біз ол дәуірден өттік. Енді қазақтың рухын, намысын сақтауымыз керек.